Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және ұстаздар. Сіздермен бірге Шарал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагогикалық психологиялық қызмет көрсету бөлімінің психологы Қалиева Альмира Қадырашқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау кезеңдеріндегі педагогикалық психологиялық ұсыныстар. Ең алдыңғы ұсыныс: мен балам үшін тапсырманы орындамаймын, маңыздысы қадағалаймын, қалыпты орындауына жағдай жасаймын. БЖБ және ТЖБ өткізу кезеңінде оқушының жұмыс орны барынша дайындалып, жұмыстың оң нәтижесіне бағытталуы қажет. Мүмкіндігінше кедергі келтіруі мүмкін заттарды алып тастаған жөн. Балаға жұмыс істеу үшін тыныш жағдай жасау керек. Балаңыздың тапсырмаларды қолайлы орындауы үшін барлық қажетті құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етуге тырысыңыз. Келесі ұсыныс: әр жастағы оқушымен жұмыс істеу ерекшелігін ескеріңіз, ата-аналарға да және ұстаздарға да. Бастауыш буын қашықтықтан оқыту кезеңінде үлкен қиындықтарды осы бастауыш буын оқушылары бастарынан өткереді. Ересектер тарапынан тұрақты бақылаусыз нәтижелі жұмыс істеу үшін олар әлі де жеткілікті мотивация мен өзіндік ерік сипаттамаларына ие бола қойған жоқ. Демек, БЖБ және ТЖБ өткізу кезеңінде ересектер тарапынан бақылау өте міндетті. Бірақ та академиялық ережелерін және өзін-өзі бақылау қағидаларын сақтай отырып, мен байқаймын және қажет болған жағдайда көмектесемін деген сияқты жұмыс алгоритмін ескеруді ұмытпаңыз. Келесі орта және жоғары буын. БЖБ және ТЖБ материалдарын көрнекілікпен қабылдауға бағдарланған қашықтықтан оқыту жағдайында, бірақ оқушы аудиал мен оқушы кинестетиктерді оқытуды есепке ала отырып, академиялық адалдық ережелерін және өзін-өзі бақылау қағидаларын сақтай отырып таныстыру. Осы орайда ата-ана тарапынан баласының ғылым меңгерудегі негізгі сатының берік болуы үшін жүйелі әрі шынайы, ешқандай бопсалаусыз, ұрыс-керіссіз, адекватты бақылау сұралады. Қажет болған жағдайда ұстаздан немесе ата-ананың өзінен түсіндірме жұмысын қайталау артық етпейді. Сіз ересек тұлға болғандықтан барынша түсіністік пен сабырлық танытуыңызды сұраймын. БЖБ және ТЖБ тапсыру кезеңінде сәттілік пен тамаша нәтижеге бірге қол жеткізейік.